сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамның рухани әлемі. Сабағымыздың құндылығы ақиқат, қасиеттер, ізгілік, мейірімділік, адалдық. Сабағымызды бастамас бұрын сендердің естеріне сабағымыздың 5 ережесін еске салайын. Ол тәртіп, талап, тыныштық, тазалық және татулық. Осындай жағымды көңіл күймен үй тапсырмасын тексеруге кірісейік. Балалар, мына экранда берілген сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Сол жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы маған фотоға түсіріп жіберіңіздер. Бірінші сұрақ: адамның ішкі әлемі дегеніміз не? Адамның адамгершілігі уақыт ағымына қарай өзгере ме? Өз бойында қандай жақсы қасиеттер бар? Айтып беріңіз. Жауаптарыңды күтемін. Балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі Абай Құнанбаевтың ар ұялтатын іс қылмас деген сөз. Қалай ойлайсыңдар? Бұл сөздің мән мағынасында не жатыр? Әрине, ары бар адамның ешқашан өзін ұялтатын іс қылмасы анық. Осы дәйек сөзді жадымызда әрдайым сақтап жүрейік. Балалар, бүгін мұғалім сыйы ретінде мен сендерге 3 елек әңгімесін алып келдім. Ол әңгіме бізде белгілі философ Сократтың әңгімесі. Әлдекім Сократқа келіп, сен жайлы досынан не айтқанын білгің келе ме депті. Сонда Сократ: тоқта, сол сөзді маған айтпастан бұрын 3 електен өткіздің бе деген. 3 елегі несі деп таңғалады әлгі адам. Әрбір сөзді айтпас бұрын 3 түрлі електен өткізген жөн. Әуелгісі ақиқат елегі. Сен әлгі айтылғанның шындық екеніне сенімдісің бе? Жоқ, мен оны жай ғана естігенмін. Демек, сен бұл сөздің шындық немесе жалған екенін де өзің де білмейсің. Олай болса, келесі елек мейірімділік елегінен өткізелік. Сен менің досым туралы жағымды нәрсе айтпақсың ба? Жоқ, керісінше. Сен шындық екеніне көз жеткізе алмай тұрып, менің досым туралы жағымсыз нәрсе айтпақшысың. Енді қажеттілік елегінен өткізейік. Сенің айтқың келген нәрсенен маған не болмаса менің досыма қандай да бір болмасын пайдасы бола ма? Жоқ, оның қажеті шамалы деп жауап береді екен әлгі кісі. Сонда Сократ былай деген: сонымен бұдан шығатын түйін, сенің айтпағында не шындық, не мейірімділік, не пайда жоқ. Олай болса, оны айтып қажеті қаншама деп Сократ қорқытқан екен. Біз, балалар, ойлаңдаршы, осы аңыз әңгімеден қандай да бір сабақ алуымыз керек. Біз осы 3 електі қолданып, өмірде қолданып жүрміз бе? Әрине, әрдайым осы 3 електен өткізіп отыру керек. Рахмет, балалар. Ал енді, балалар, біз қазір сендермен шығармашылық жұмыс жасайық. Ол үшін дәптерлерімізді ашып, бүгінгінді жазып, ар-намыс керек адамға тақырыбында эссе жазайық. Ол эсселеріңді маған фотоға түсіріп, кері байланыс ретінде жіберулеріңізді сұраймын. Тамаша. Ендеше, балалар, бірден бір сұлулық тақырыбында эссе жазып келулеріңді сұраймын. Бұл біздің үй тапсырмамыз болсын. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне де жетіп келді. Әрдайым
кез келген нәрсені үш шелегімізден өткізіп, өзіміздің рухани деңгейімізді жоғарылатайық. Бүгінгі сабақтан үйренген жақсы қасиеттерімізді жүрегімізге сақтап қалайық. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.